Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Бәріміз білетіндей, сәуірдің 12-сі Бибегім клубы ашылған еді. Ресми түрде сол Бибегім клубында марафон өткен еді. Ол марафон бір ай көлемінде өтіп, ішінде бірнеше іс-шаралар болды. Күнделікті жасайтын. Топ экселент оқушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. 3-ші орын алған 7-ші С сынып оқушысы Байдусенова Адина марапатталады. Өзгеріс марафонына белсене қатысып, 2-ші орын алған үшін 5-ші С сынып оқушысы Жақыпбек Амина марапатталады. Өзгеріс марафонына белсене қатысып, 1-ші орын алған үшін Бейсенбай Тоғжан марапатталады. 1-ші орын алған үшін 9-ші Б сынып оқушысы Өмірғали Арнагүл марапатталады. Гран-при алған оқушы 7-ші Б сынып оқушысы Фазыл Аягөз марапатталады. Эрдотс, осымен марапаттауымыз аяқталды. Осы іс-шараға 31 оқушы қатысқан еді. Бұмен қоса белсене қатысқан оқушыларымыз бар. Есімдерін атап өтсек, Толғанай 8-сі, Айсана 8-ші сынып, Нұрсила 5-ші сынып, Жангүл 5-ші сынып, Аяулым 9-ші сынып, Әйгерім 9-ші сынып. Бұларға қосымша сыйлық бар. Осы 31 оқушы бүгін түстен кейін мектебімізге пикник аярлап жатырмыз. Сол жерде тағы да қосымша марапаттау беріледі. Жалпы осы марафонда көптеген жақсы іс-шаралар болды. Бізге марафондар жасады. Және біз ол марафоннан көптеген жақсы нәрселерді өзімізге сіңірдік деген ойдамын. Жалпы ерте тұру, жаттығу жасау, кітап оқу деген өз-өзіңді дамытуға жақсы бастама. Және де осы марафон арқылы мен өз-өзімді жақсы дамыттым деген ойдамын. Басында қиын болды, бірақ дегенмен мен барлық әлеуметтік желілерге лимит қойып қойдым. Яғни 45 минуттан аспау керек болған шартымыз. Сонда лимит қойып қойдым, 45 минуттан аспау керек. Одан кейін әр күн сайын ол 45 минутты азайтып отырдым. Сонда орды мүлдем жойып тастадым. Жалпы марафонның ең бас кезеңде таңғы 6-да тұру қиындыққа туғызған болатын. Бірақ та уақыт өте келе ол режимге де үйрене бастадық. Себебі бұл біздің міндетіміз болды, және де осы режимге де үйреніп өзімізді дамытуға тағы бір сатыға жоғарылады. Жалпы әр адам кітап оқу барысында өзінің жеке әлеміне кіреді. Сол жеке әлемінде сен өзің қорытынды жасап, өз-өзіңе талап қоясың. Менің талабым ол осы айда 2 кітап бітіру болған еді. Жалпы мен күніне 20 беттен кітап оқу отыра, өзіме 45 минут жұмсадым. Алайда сол жұмсаған уақытым бекерге кетпеді деп ойлаймын. Менің ойымша спортпен шұғылдану ол әр адамның парызы деп санаймын. Өйткені егер де әр адам өзінің денсаулығын жақсартқысы келсе, онда ол әрине де спортпен шұғылдануы тиіс. Мен осы марафонға қатыса отыра, өзімнің денсаулығымды жақсы түрде сақтай алдым деп санаймын. Өйткені мен әр күн бойы спортпен айналыстым, яғни бұл марафон шарты бойынша біз 20 минуттай жаттығулар жасауымыз керекпіз. Менің ойымша спортпен онлайн түрде айналысу ол қиын емес. Өйткені бізде видеоотчет деген зат болғанды, мен өз жаттығу жасағанымды видеоға түсіріп, Инстаграмға салған болатынды. Құрметті қыздар, сендерді осы Бибегім клубының мүшесі болуына шақырамыз.